Армысыздар. Бүгінгі жүректегі мұз телехикаясының 93-ші бөліміндегі қысқаша эпизодтар. Эсма өзінің Шансалан әулетіне енді үйренісіп келе жатқанын және де бұл үйдің түрлі шешімдеріне араласа алатынын өзіне сездіру үшін қызметкершілердің арасына түсе бастады. Жанан оны жақтырмай: "Неге сен өзіңмен шешім қабылдайсың? Сен Шансаланның әулетінің келінісің, мен ал үлкенімін. Мен шешемін бұл жерде көп нәрсені" деп жанынан өзіне көп алып жүр. Оны Азат сыртынан бақылап, әңгіменің бәрін тыңдап тұрады. Сол кезде Жананды өзінің орнына қойып қою үшін Жананға қарсы шығады. Яғни Эсманың сөзін сөйлеп, Эсманы қорғайды. Бұл жерде Азат қандай жағдай болса да Эсманың өзіне деген шын сезімі бар екенін көрсету болатын, дәлелдегісі келіп жүргенін болғандықтан Эсманы жақтап әлек болады. Бірақ Жанан: "Ұмытпа қайным, мен сенің үлкен жеңгеңмін, және бұл үйде шешімді мен, қызметшілердің қандай да бір іс-әрекеттеріне мен араласатынын барлығын бүйге шекесіне дейін түсіндіріп айтады". Бірақ қызметші қыз не болса да Эсмадан көмек сұрайды, яғни жалақылардан кеп тастамауын өтінеді. Барлығы отбасылық таңғы ас ішіп отырып, Мелектің әжесі ірімшік сұрайды. Сол кезде Мелек ірімшік әкелу үшін асханаға Жананды жұмсағандай болады. Бірақ Жанан қарсылық танытып: "Мен Шансаланның үлкен әулетінің келінімін, мен қызметші емеспін" деп Мелекке шабуылдай бастайды. Яғни оны әжесі жақтырмай қалады. Қандай жағдай болса да Жанан өзің орныңды білгенің дұрыс дейді. Эсма да ала көзімен бір қарап менсінбегендей болады. Бірақ Азат Эсманың сөзін сөйлегеніне іште қуанады. Мелек пен Жихан бақытты күндерін сүріп жатады. Боньямин де Жананға өз орныңды білгенің дұрыс дегендей сөзбен түсіндіргісі келгенмен Жанан Боньяминге шабуыл жасағандай сөзін тілімен тістеп алғандай болады. Жихан оны көріп: "Көрдің ба Мелек, мен саған айттым ғой, бұл отбасыны кім басқаратынын көрдің ғой" деп іште екеуі мысқылдап бір-біріне күледі. Яғни Жананды ендігі жерде дұрыс жасамай жатқанын анық біледі. Сумру мектепке орналасып, құрбысының мектебінде балаларға сабақ беріп жүреді. Құрбысы оның үлкен қарыздарға кіріп кеткенін біледі. Және де оған қорқыту үшін қоқан-лоққы көрсетіп, үлкен көлемде ақша алған адам келіп ұстазды қорқыта бастайды. "Я болмаса ақшаны тауып бересің, болмаса өміріңмен қош айтысасың" дейді. "Ұстаз, мен саған процентін бердім, ендігі сенде қарызым жоқ" деп басын алшақтап қашқанымен бәрібір арасына түсе алмайды. Халил Жананға звондап: "Біздің аяқталмай қалған сөзіміз бар еді, әңгімеміз бар еді. Қаяқтасың, қашан кездесеміз" дегендей звондап, Жанан оның звоногынан, яғни қоңырауынан қорқып кетті. Бірақ ол да кетер емес сияқты. Халил ұзақ Жананмен сөйлесіп, белгілі бір жерге кездесейік дейді. Бірақ Халил Хикметтің басын айналдырып, екеуі көңілдес болып жүргендей. Екеуі тамақтану үшін сыртта отырған кафеге келіп тамақтанады. Бірақ Халил оны ұнатпай: "Ішке нөмірге барып ішкеніміз дұрыс шығар" деп айтады. Бірақ Хикмет оны тыңдамай: "Осы сыртта отырайық, маған сырт ұнайды. Төрт қабырғада отырғым келмейді. Көрсін ел жұрт, мені көрсін" деп қоярда қоймай осы жерде таңғы ас ішеді. Яғни таңғы асты соңғы рет біраз ішпегенім, Шансалан әулетінде мені басқаша қабылдайтыны, ол үйде таңғы ас ішкендей болмаймын, осы жерден ішейік, яғни қарным ашып тұрғанын айтады. Халил келісе салады. Халил сөзбен баурап Хикметтің ас үстіне түсіп әлек. Оның түрлі гүлдерге, раушан гүлдеріне теңеп, Хикметтің ас үстіне түсіп көңілін аулайды.